есте қалатын жағдай отамыз біздің қан тобы кеметін трансплантация. Ол отаға біз 2 жылдай дайындалдық. Медициналық дайындық ол қан тобы кеметін трансплантация кезінде донор басқа қан топ, пациент басқа қан топта болған кезде оның жасау үрдісі иммунологиялық жағынан өте қиын болды. Сол отаны жасаған кезінде 1 апта мен больницада жүрдім. Пациент қайта кірген. Отторжение болып қалмаса екен. Бірінші отамыз Қазақстанда алғаш рет жасалған ота. Мен жолдасым 4 жылдан бері диализде жүреді ғой. Қатарға қосылып диализге бармай адамға қатар жүріп кетсін деп тілеп едік, сол тілегіміз бұйырса орындалып жатыр. Сіздерге және сіздің ұжымға көптен көп рахмет айтамын, бәрі қалаға дерінше қызмет көрсетіп жатыр. Менің арманым пациенттердің ауырмаған. Дәрігер боламын деп ойлаған жоқ. Біздің отбасымыздағы әкем құқық қорғау органында жұмыс істеді, туыстарымыздың барлығы мемлекеттік жұмыста жұмыс істеді. Ақылдасып отырып, әкемнің айтқан сөзі бар. Балай, бізге де қарайтын адам керек қой деген. Сол кезде сол дәрігер болып мамандығын таңдауды шештім. Ауылға бара жатқан кезде пойызда бір кісілермен танысып қалдық, енді сөз сөйлесіп. Сол жерде дәрігер хирург болды. Ол кісіге мен сұрақ қойдым. Қазақстанда қай жерде трансплантация жасайды? Алматы қаласын айтты, және де Астана қаласында енді менің трансплантацияны қолға алып жатыр. Бүйректі, донордан бүйректі алып реципиентке салу, ол өте маған қызықты медицинаның саласы болып табылады. Сәлем, қалыңсың? Жақсы, денсаулығың? Шүкір ақырындап. Қазіргі таңда 9 жылдан асты жүрек трансплантациясын жасалғанына. Мәйіттік донор болды өзіңізге. Рахмет, Алла разы болсын. Қолдарыңыз алтын. Әрқашан сіздер биіктерден көргіміз келеді. Тек жұмысыңызға табыс тілеймін. 700-ге жуық ота жасадық, бүйрек трансплантациясы. Әр отамызда пациенттерімізді әрдайым бақылауда жүргіземіз. Мен халықтың есінде дәрігер, трансплантолог ретінде пациенттерге үміт сыйлайтын, сырқатынан құтқаратын дәрігер ретінде қалыптасқым келеді. Құрметті әріптестер, сіздерді бүгінгі медициналық қызметкерлер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ең бастысы дендеріңіз сау болсын, жұмыста әрдайым берекелі, табысты болуын тілеймін.